бүкіл тірі жан татады. Өйткені ол Аллахтың бекіткен заңы. Алла Тағала Құранда: Мұхаммед, шынында сен де өлесің және олар да өледі. Зумар сүресі 30 аят. Адам қабірге жерленген соң оның жанына Мүнкәр мен Нәкір есімді екі періште келіп сұрақ қалады. Олардың алғашқы 3 сұрағы: Раббың кім? Дінің не? Кімнің үмбетісің? Омар ибн әл-Хаттаб, Алла оған разы болсын, пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам: уа Аллахтың елшісі, Мүнкәр мен Нәкір дегеніміз кімдер деп сұрайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: қабірдегі екі сынақшы жердің астын тістермен, шаштармен сүзіп шығады. Дауыстары қатты, шатырлаған күннің күркірегеніндей, көздері жалт етіп атылған найзағайдай, өздерімен бірге жер бетіндегі адамдар жиналып көтер алмайтын темір шоқпарды ала келеді деді. Сондай-ақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: кәпірге қабірде 99 айдаһар жылан жіберіледі, қиямет күніне дейін оны шағып тұрады. Егер ол айдаһарлардың біреуі жерге демін жіберсе, бұл дүниеде бірде-бір жасыл өсімдік өспес еді деп айтқан. Ойланайық, осындай азапқа душар болуды қаламасаңыз, намазға жығылып, Раббымыздан кешірім тілеңіздер. Қабірге кіргенде сізге екінші мүмкіндік берілмейді. Ол мүмкіндік туылғаннан өлгенге дейін беріліп қойған. Жасым келгенде оқимын деген жандардың ол жасына жететініне кім кепіл? Сынақ үшін берілген тіршілікті құлшылықпен өткізейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қашанда бір жаназаны жерлеп, аяқтап болғаннан кейін орнынан түрегеліп, сосын адамдарға айтатын: әй адамдар, мына бауырларыңа Алладан кешірім сұраңдар. Екіншіден, мына бауырларыңа Аллах Тағаланың бекемдеуін сұраңдар. Өйткені сөзсіз бұл қазір сұралып жатыр деген. Сахабалар өлер сәтінде мені қабірге жерлеп болғаннан кейін бір түйені шалып, сол түйенің еті таратылып кететіндей уақыт болыңдаршы. Менен сұрақ алынып жатқанда сендердің жанымды екендеріңді сезінейінші деген екен. Марқұмды қабірге қарай апарғанда оның соңынан 3 нәрсе еріп барады. Туысқандары, дүниесі, амалы. Екеуі кері қайтады. Жанында амалы ғана қалады. Түбінде баратын жеріміз осы. Қазір біз жердің бетіндеміз, ал қабірстанға барсақ, үсті тыныш болғанымен асты тыныш емес. Біз қай амалмен кіретінімізді білмейміз. Қаншама адамның етін жедік, қаншама өсек кетті, қаншама адамның аманатын айтып қойдық, кіріспейтін нәрсеге кірісіп қойдық, қаншама адамды ренжітіп қойдық. Осман радиаллаху анху жаннат пен тозақ туралы айтылса жыламайды, ал қабір басына барып адам жерлесе жылайды екен. Сонда жандағылар оның себебін сұрағанда ол: бұл қабір ақыреттің баспалдақтарының әуелгісі ғана. Кімдегім осы баспалдақтан құтылса, бұдан кейінгі баспалдақтары жеңіл. Ал кімдегім осы баспалдақтан құтылмаса, одан кейінгі баспалдақтар қиын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқанын естідім. Мен қаншама қорқынышты нәрселерді көрдім. Солардың ішінде қабірден үрейлесін көрмеппін дейді. Барзақ әлемі перделенген, егер оны адам көрер болса, мерт болады. Иман олай келмейді. Иман көрмей сену арқылы, жүрекпен ғана сеніп, амал ету керек. Алла Тағала солай қалаған.